Кезінде Мәлік ибн Динар деген әулие кісі өмір сүрген екен. Ол қажылыққа кетіп бара жатып, бір қызық оқиғаға куә болады. Тұмсығында наны бар бір құстың жол шетіндегі жартасқа біресе түсіп, біресе шығып, аузындағы нанын тастап, қайта ұшып келіп жүргенін байқайды. Не де болса, бұнда бір ғибрат бар деп, әлгі жартасқа өрмелеп шығады. Біраз жоғары шыққаннан кейін таң қаларлық көрініске куә болады. Аяқ-қолы маталып, шұңқырға тасталған бір кісіні көреді. Үсті-басы әбден күнге күйіп, терлері сыпырылып түсе бастаған екен. Ол өз көзіне өзі сенбей: «Әй, сен адамсың ба, жынсың ба?» деп дауыстайды. Дәрмені қалмаған әлгі бейшара ымдаған соң оны шығарып алады да не болғанын сұрайды. Сонда ол былай деп әңгімелейді: «Мен қажылыққа кетіп бара жатқан едім. Біздің керуенге қарақшылар шабуыл жасап, жолдастарының бәрін түк қалдырмай тонап кетті. Мен қарулы болғандықтан оңайшылықпен беріспедім. Әбден алысып, осы жерге дейін қашып келдім. Ақыры ұстап алып, не бар не жоқ бәрін тартып алды. Аяқ-қолымды байлап, шұңқырға лақтырып кете барды. Осылайша күнге қақталып жатқаныма тура бір апта болды. Күн өткен сайын аштықтан бұратылып, әлсіреген үстіне әлсірей түстім. Ақыр соңында ешқандай үміт қалмаған соң: «Уа Аллахым, өзіңнің разылығың үшін аптап пен шөлге қарамай жолға шықтым. Қандай күйге тап болғаным өзіңе ғана аян. Өзіңнен басқа жәрдем етер ешкім жоқ. Өзіңе ғана сыйынып жалбарынамын, мені құтқара көр» деп тіледім. Дұғамды бітіргенім сол екен, тұмсығында наны бар бір құстың маған қарай ұшып келе жатқанын көрдім. Ол көкірегіме келіп қонып, тұмсығыммен нанды үзіп аузыма салды. Шамалы болса да әлденіп алдым. Біраздан кейін қайдан әкелгені белгісіз бір ыдыспен су әкеліп, көкірегіме қонып, маған су ішкізді. Осылайша мені аштықтан құтқарды. Әлгінде біраз нан әкелгені сол еді, артынша сен келдің. Мәлік ибн Динар өз көзіне өзі сенбей аң-таң болды. Ақыры әлгі адамның аяқ-қолын шешіп, керуенге жеткізіп салды. Осы кезде олар әлгі құстың аспанда қалықтап ұшып, шиқылдап жүргенін көрді. Мәлік ибн Динар құстың бұл қылығын көріп: «Бұл құс саған былай деп жатқандай: Алладан шын көңілмен сұрасаңдар, ол дұғаларыңды қабыл етеді. Күтпеген жерден орайын келтіріп, құстардың өзін көмекке жібереді» деп жорыған екен.